Не істеп отырсыз? Спасибо. Ал айтыңыз. Не айтасыз? Бізге не айтасыз? Мына жақта бір кісілер маусым қатысушында лайық емес адамдар жүр бізге қарағанда деп айтып жатыр. Мысалы, Нұрсұлтан мырза кішкене солай айтып қалғандай болды. Нұрсұлтанның айтқанына келісемін. Келісесіз ба? Айтады, маған қарағанда енді сіз Ерасыл мен Айбекті айтып тұрған шығар енді, білмеймін. Или Ержігітті айтып тұр ма екен, маған қарағанда көп тәртіп бұзды дегенге келтіріп тұр енді. Нақты айтпады, бірақ примерно сондай әңгіме айтып отыр. Нұрсұлтан енді білмеймін. Пікірде өзінің бұрыннан келе жатқан адам, пікір таластан өзінің ойы бар сөздерінен бір маусымның қатысушысы деп айтуға несі келетін адам шығар, бірақ мен өзім де мойындаймын, егер Нұрсұлтан ондай нәрсені айтатын болса, мүмкін ол шынымен де айтатындай орны бар шығар. дәл осы 5-ші сезонда Зарина екеуіңіз қалғандарға қарағанда мықтырақ болып тұрсыздар ғой енді. Жаңа лицо болып. Сондай болып тұр ғой негізінде. Енді ол өткен нәрсе, оған өткенге өкпелеудің, өкінудің қажет жоқ. Бар болғаны құрметті көрермен, енді ештеңе өзгермейді, өкінгенмен, өткенмен. Сол үшін осы маусым қатысушындағы 4 адамның біріне ғана дауыс бере аласыздар, егер қаласаңыздар. Сондықтан маған дауыс беріңіздер. Сол үшін Айбекке, Как раз кіріп тұр екен. Айбекке, немесе Заринаға, немесе Ержігітке, немесе Ерасылға. Осы 4-тіктің біреуін таңдай аласыздар. Болмаса қалған номинанттар бар, номинациялар бар. Сол жаққа өтіп дауыс беріңіздер. Сөйтіп сол. Негізі бәрі жақсы, аман есен болып. Енді менде андай да сәл сырып болып жатыр ма, 3-ші жыл өз жұбыңды таппай, мысалы. 1 жылым өтіп кетті ғой, мысалы. 1 жылда қанша тірлік істеп қояды. Мысалы, үй жақта общий баня соғып жатыр. Фулан уже дуалын көтеріп қояды да мен 1 жылда. Ана мен жақта жүрмін, не анам таппан, не мынаны таппан. Бұйрық сол шығар деп шешетінен соны ойлап қоямыз. Соған сәл бір ойланып қалған жағдай бар. Атақ бәрі жақсы, қосылайық number 1. Енді бұл мына жақтағылардың бәрі әшейін себепкерлер ғой, бәрі сол бақыттан ғой енді ол. Бұйрыстан, оған қарағанда сізге бір күшті келіншек, күшті әйел жолықсын деп тілейміз енді. Аумин. Қазір шығамда қосылады. Тик-токтан патырлатып кездеседі. Сан жақпен әрекетін жасаймын енді. Бұйырсын енді күшті болсын.